Мектепке дайындық қылған шақта Түркістан қаласының әкімдігі оқушыларды қуантпақ. Бүгін мектепке жол акциясы аясында 500 оқушыға оқу жылына қажетті құрал-жабдықтар таратылмақ. Шара концерттік бағдарламамен басталып, кейін балаларға құттықтау сөздер айтылды. Жаңа оқу жылы қарсаңында бүлдіршіндерге ақжолатай тілектер жеткізілді. Артынша 500 оқушыға мектепке қажетті оқу құралдар табысталды. Сөмке, дәптер, қалам және басқа да керек жарақтар балалардың қуанышына себеп болды. Бұл жаңағы біздің бүлдіршіндерімізді мектепке дайындығын қолдау мақсатында атқарылып жатқан шара. Бұндай шара дәстүрлі жылда өтіп келе жатыр. Бұның бәрі біздің жас балдарымызға, бүлдіршіндерімізге қолдау ретінде болып табылады. Жаңа өздерімізде балдарға тіледік, жақсы оқысын, сабақты, тәрбиелі болсын. Алдағы уақытта осы Түркістанның дамуына, болашақта Түркістанның көркеюіне осы үлес қосатын осы біздің оқушыларымыз ғой. Ертең жақсы білім алса, жақсы тәрбиелі болса, осы қоғамға өздерінің бір үлесін қосады деп білеміз. Сыйлық алған бүлдіршіндер де алғыстарын айтып, қуаныштарын бөлісті. Әкімшілікке рахмет. Осындай бізге концерт қойып, сумка тегін таратып беріп жатқанына рахмет айтамын. Әкім ағайға рахмет. 500 оқушының мектепке қажетті құралдар түгел, сөмкелер дайын, көңіл күйлер көтеріңкі. Енді бүлдіршіндер жаңа оқу жылына толық дайын.